Сәлеметсіздер ме? Мен Аманкабел қызы Айман. Бүгінгі тақырып бізде қашықтықтан оқыту. Қашықтықтан оқыту дегеніміз ғаламторды пайдалана отырып оқыту тәсілі болып табылады. Қазіргі таңда жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану білім саласында кеңінен пайдаланып келеді. Адамның шығармашылық потенциалын дамыту үшін барлық жағдай жасалу керек. Қашықтықтан оқыту дегеніміз мұғалімдердің біліктілігін арттырады, ата-аналардың жаңа технологияға деген көзқарастарын өзгертеді және де балалардың өз бетімен білім алуын қалыптастырады. Мұғалімдердің сабаққа арнайы дайындықтары болмаса, программалық қамтамасыз етілмесе, ұйымдастыру шаралар жүргізбесе, онда балалардың білімі жоғарыламайды. Сондықтан мұғалімдерде арнайы дайындық болу керек, ұйымдастыру іс-шаралары жүргізілуі керек. 21 ғасырда ақпараттық жүйелердің өркендеп дамып келе жатқанын барлығымыз білеміз. Өнеркәсіп пен ортаның дамуының негізгі құралы ол ақпараттық ресурс болып табылады. Сондай-ақ қашықтықтан оқытуда екі компонент болады. Ол біріншісі оқытуда басқару және де екіншісі өз бетімен білім алу болып табылады. Білім саласында жаңа коммуникациялық технологияларды пайдалану, компьютерлік техника, электрондық жабдықтамаларды пайдалану жүйелері адамдардың әрдайым ізденуінен пайда болады. Оны оқыту әдіс тәсілдері уақыт талабына сай өзгертіліп келеді.